Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Ең каналыма тіркеліп лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгінгі әңгімеміз бұл 1572 жыл Сарысу маңында болған шайқас туралы болмақ. Бұл туралы енді мағлұматтар өте аз. Бұл туралы ешқандай ресей қайнар көздерінде де жоқ. Бұл туралы тек қана осы моңғол ескі жазбаларында кездеседі. Бұл шайқас енді кімдер мен кімдердің арасында болған деген сұрақ қойылады. 1572 жылғы шайқас, сол кездегі қазақтың ханы Хақназар бастаған қазақ әскері мен моңғолдың Ордос деген халқының арасында болған. Бұл халық әлі де бар, Моңғолия жерінде тұрады. Шамамен 1954 жылғы есеп бойынша Ордос халқы шамамен 60 мыңдай болған дейді. Қазір Қытай жерінде 123 мыңдай Ордос халықтары тұрады дейді. Бұл моңғол халықтары болатын. Осы халықтардың арасында 1578 жыл қазақ халқының арасында болған шайқас болған. Бұл жөнінде, бұл шайқас туралы айттым, еш жерде ешқандай дерек жоқ. Дерек тек қана осы моңғолдардың Эрдини топчы еңбектерінде, сол кезде жазылған ескі еңбектерінде кездеседі. 1572 жылы дейді, осы Ордос халықтарының билеушілері, яғни Хуттугай Сетсен Хонтайшының кіші інілері Бояндар Хулачи мен Сайындары Чинги Батыр Ордос әскерлерін бастап Дешті Қыпшаққа жорық жасаған дейді, яғни қазақ халқының жеріне қарай жорық жасаған. Сол жерде бұл Ширамурен деген жерде дейді, Ширамурен деген жерде олар Хақназар ханның халқына шабуыл жасап, көптеген тұтқынға адамдарын түсіріп, малдарын айдап алып кетіп, Хақназар ханның әйеліне дейін тұтқынға түсірген дейді. Моңғол деректерінде оның аты Чоки деп жазылады. Енді нақты Хақназар ханның әйелінің аты кім екенін білмейміз. Енді көптеген әйелі болған, енді соның енді моңғол деректерінде ол Чоки деп көрсетіледі. Және мысалы Ширемурен деп жаңа шабуыл жасаған жердің атын Ширемурен деп атаған, өздерінің деректерінде жазылған. Соған қарап ғалымдар айтады, бұл Сарысу маңы болуы мүмкін деп. Сонда бұл жөнінде белгілі ғалым, зерттеуші Аристов та өзінің деректерінде жазады, яғни 1572 жыл дейді, ағайынды Сетсен жаңағы Буяндар мен Сайындар Тоқмақ өңіріне, яғни Ширемурен, яғни Сарысу болуы мүмкін дейді. Сол жерде Хақназар ханның иелігіне қарсы шабуыл жасап, көптеген адамдарын қуып әкеткен дейді. Енді сонда Хақназар хан өзінің иелігіне шабуыл жасаған естіген кезінде апыр-топыр әскер жасақтап Ордоссалардың соңынан қуған дейді. Сонда кей деректерде енді әсіресе моңғол деректерінде айтады, сол кезде Хақназардың әскері 100 мың болған дейді. Енді қаншалықты рас екенін қайдам. Бұл деректі сол кездегі қазіргі ғалым Аристов та ұстанады, сол 100 мың болды дегенге. Сонда моңғол деректерінде айтады, Хақназар хан 100 мың әскерімен Ордоссалардың әскерін, Ордос моңғолдарының әскерін Нитсюгьон Хасулук деген төбенің маңында қуып жетіп, сол жерде қырғын шайқас болған дейді. Бұны Аристов та қолдап жазып отырады. Сол шайқастың нәтижесінде жаңағы Ордос әскерлері быт-шыт күйрей жеңілген дейді. Әрең дегенде ғана санаулы адам ғана қашып құтылуына мүмкіндік болған дейді. Осы шайқастың барысында Ордос әскерлерін басқарып, Ордос моңғол әскерлерін басқарып келген сол кездегі мықты қолбасшылары Сайын Хайнук, Тададаха Тайджики, Тиребай Батур, Борсай Дайчинг, Чинга Батур, Құлақчы Батур шайқас барысында қаза тапты дейді. Практически ешқандай әскер қашып құтыламады дейді. Тек қана әскери қолбасшыларының бірі Олши Илдучи ғана өлдім талдым деп Сайын Хайнукидің атына мініп қоршауды бұзып өтіп, әрең дегенде сытылып шыққан дейді. Бұл жөнінде бұл мәліметтер қаяқтан алынған, жаңа айтып кеттім, моңғолдардың ескі жазбаларында және казахский ханы в монгольских источниках второй половины 16 века деген ғылыми деректерден алынған болатын ағайын. Өз тарихымызды біліп жүрек, қысқа да болса бар мағлұмат осы Сарысу шайқасы туралы әзірге қолда бар осы ғана.